Қалайсыздар? Бүгінгі 4-ші күнге келіп жетулеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Бүгінгі тапсырмалар енді өте жеңілдеу болады алдыңғыларына қарағанда. Сол себепті бүгін міндетті түрде бүгіннен кейін жоспармен жүретін боласыздар енді. Себебі жоспар деген кез келген жұмыстарыңызды жеңілдетеді, және де істеріңізді өнімдетеді. Мен өзім осы уақытымның босқа кеткенін еш қаламаймын. Сәл бір бос нәрсе кетіп қалса, бір бостан бос өтіп кетсе, қор өтіп бір пайдалы жұмыс істемесем, өте өзімді жек көріп шығамын. Сол себепті осы әдетті қалыптастырдым. Бұрын көп өзімді жек көре беретін, бастайтын өзі бір апта жоспар құрамын, 2-3 күн құрамда қалып кете беретін себебі блокнотым біреу дәу болады, біреу кішкентай болады, біреу сумкама сияды, біреу сыймайды деген сияқты. Соң біреуінің ручкасы бар, біреуінің ручкасы жоқ, әйтеуір қызығып блокнот ала берем, бастап жазамда ортасына келгенде жазғым келмей қалады. Сөйтіп қаншама блокнот алып жазып тастадым, 20-30-ын. Енді мектеп кезінде де сондай болған, өте жоспар құрмасам да, енді жоспарда құрған, бірақ былай құруды білген жоқпын. Енді мектеп кезде не болады, сабаққа барады, келеміз, әйтеуір мына сабақты оқимын, мынаны бүйтем деп бүйтіп күнделік бар. Сонымен жүрдік қой, енді бірақ көп жаңағы не жазатынмын, бүгін не болды, қандай күндер болды, сол күндерді жазатынмын да. Бірақ жоспар өте көп, жоспарға арнамап қатты дәптер, бірақ енді араластырып бір дәптерге жаза беретінбіз ғой. Одан кейін студент болып келген соң староста болдым да, содан кейін енді ойладым, өзіме жауапкершілік алған соң жоспармен жүріп, жоспармен тұрып, бәріне үлгеруім қажет деп сол кезден бастағам. Ол кезден бастап арасында бірде тоқтап қалам, жаңағыда айтып отырмын ғой, сәл әдемі күнделік көрсем қызығып кетем да, қайтадан оның жартысына келіп тоқтап қалам толмай. Жаңа сумкама сыймай қалады, әйтеуір сондай дәу болып кетті, не болып кетті, ыңғайлысын таппадым. Содан кейін күнделікті алдым, Есентай молдан, бағасы 3,5 теңге ма, сондай, или 3.900 теңге ма, есімде жоқ, сондай тұрады жазда. Енді мемлекеттік жұмыс істеп жүрген кезде кез келген адамдан андай болады, енді күнделікті жұмысың бар, 9-дан 6-ға дейінгі уақытта аралығында барасың, білесің, таңертең тұрасың, кетесің, кешке келесің, әйтеуір киімдерін дайындап, ертесіне қайтып кетесің, суббота, воскресенье күнімді пландап қоясың, мына жаққа барам, былай барам, жаңа керек заттарымды алуға барам, туысқаныма барам деген сияқты, достарыммен кездесем деген сияқты. Бірақ сол мемлекеттік жұмыстан шыққан соң менде бір өте не болды, жаңағыдай жұмыс жоқ, мемлекеттік жұмыстан шығып кеттім ғой, таңғы 9-дан 6-ға дейінгі не жоқ, график жоқ, қалаған кезімде тұрып, басында жүрем, бірақ бір ісім өнбейді да, кешке қарасам бір пайдалы істемеймін, әйтеуір күнім өткен, сосын жоқ дым болмайды бұлай, өз-өзімді қолға алам. Сол инстаграмда қатты кірісіп бастаған кезімде, сол августтың соңы, сол кездерде қателеспесем деп жаңа күнделік алам, сөйтіп жаңа жоспармен, жаңа жақсы өмір бастаймын деп өзіме солай уәде беріп, солай жасадым. Сол себепті сіздерге де пайдасы деген ойдамын. Өзім қуанам қатты осындай жоспарды құрып, жаңағыдай керек емес өзіме ыңғайлы қылып жасап, соны тапқаныма қаншама іздендім, осындай бір тиянақты, нақты жоспары керек болды. Жоспар жасау қалай, енді бұрын білмейтінмін, былай сызып тастап, кәдімгі обычный күнделіктер бар ғой, 21-22 деп жазып тұратын жиынтықтер, ондайларды алдым, бірақ оларда дым өнбейтін. Әйтеуір мына күнделігіме рахмет, неме блокнотыма, сол барлығы сияды ішінен. Енді сіздер міндетті түрде шарт емес, блокнот алмасаңыздар, жаңағыдай дәптер алыңыздар, дәптерге сызып жазып алыңыздар. Сол себепті енді жоспарлы түрде күндеріңіз өте пайдалы жұмыстарға жұмсалады деген ойдамын. Мен өзім өте жаңағыдай нені жаман көрем, сол уақытым босқа кетсе, өз-өзімді жеп қоятын, содан көңіл кем түсетін да бұрын.
кийин ойлана келе неге сонун баарына өзүм кыналуумун го, өзүм осуну жоспарлап түрдө орундасам эчтене деп болмойт деп жоспарлаган нерсемди сызып тастап жаңагыдай сүйтүп өзүм бир күчтүү сезимде болуп калам, көңүл күйүм көтөрүлүп, жарайсың да ана деп коем. Бүгүн әйтеуір бір мынандай пайдалы болса да пайдалы нәрсе жасадым, күнім босқа өткен жоқ деп. Сол енді күн келген кезде өте, уақытқа келген кезде өте немін, босқа өткен қаламаймын. Әйтеуір бір пайдалы нәрсе істесем екен, сол қай күнім болса да деп, сондай пайдалы істеуге жұмсауға тырысам. Кәдімгідей бұрын сериал, жаңағыдай қалауым деген нәрселер сияқты сондай бір шоу бірдеңелерді мектеп кезінде қатты көп көретінмін. Қазір ойласам жүрегім айниды ғой, қалайша сол кезде көре беретінмін деп. Енді ол кезде бала болдым деп алдап қоямын, еще өзімді кешіруге болады деп. Сол секілді жоспармен жүріңіздер, ең керемет жоспармен жүрсеңіздер өте тамаша. Және шүкіршілік, кемінде 5 шүкіршілік жазыңыздар. Енді әрбір мелочқа дейін балаңыз бүгін садиктен жыламай барса, жыламай келсе, өзі келсе деген сияқты. Мысалы, мен жазам, такси оңай тоқтады деп. Сол сияқты мелоч нәрселерге дейін шүкіршілік етіп жазыңыздар. Жалпы өзім қолданып күнде жасап жүрген осы методтарым осы. Жақсы сәттілік, барлықтарыңыздан жақсы жаңалықтар күтем, жақсы өзгерістер күтем. Инстаграмда белгілеп, тіптен жазып жатсаңыздар өте қатты қуанам, сіздерге пайдасы тиіп жатқанына. Сол секілді уақыттарыңызды босқа жібермей, қазірден бастап күндеріңізді жақсы жоспарлап, жаңағыдай тиімді пайдаланыңыздар, жақсы нәрсеге пайдаланыңыздар. Міндетті түрде кешке таман ертеңгі күніме жоспар жасап қоямын, мен жаңа 10 минут шүкіршілігімді жазам да, жөніп шайынып болған соң. Сосын ертеңгі күніме жоспарларды жазып қоямын. Ол өте азында жақсы немен тұрасың, бір жағынан, ана жұмысты бітіру керек, мына жұмысты бітіру керек, мынамен бару керек деп, миыңыз қатырмай, уақытыңыз кетірмей, ойланып, не істеуім керек еді деп, енді адам бір жерде бір тиянақты нәрсе болмаса, ұмытып қалады ғой, ананы істейін деп жатқан едім, ұмытып қалдым, не істейін деп жатқан едім, ұмытып қалдым деп ісі өнбей кетеді. Ол өзім басымнан талай өткен. Сол себепті осындай бір тиімді нәрсеге қойып алуды бұрыннан қатты қалап, әйтеуір тырысып, қаншама блокнотты алып, жыртып, сызып жүріп, осы бір жақсы нәрсені өзіме өте ыңғайлы болды. Солай жасап алдым. Сол себепті сіздер де жасай аласыздар. Өзімнің көңілімнен шыққан блокнот таңдап, осын 1 сағат, 2 сағат таңдап тұрып алғам, әлі есімде. Сол сәттілік сіздерден ертеңгі тапсырманы қуана күтем, және де сіздерге өте көмегі тиеді деген сеніммен, мықты сеніммен айта аламын. Жақсы сәттілік сіздерге.